Қайырлы күн достар, бүгін біз осы жылдың трендіне айналған дастарханыңыздың сәні болатын, қонақтарыңыздың есінен кетпейтін өте дәмді етті рулет дайындаймыз. Бізге керек заттар: ірімшік, манная крупа, майонез, жұмыртқа, құрғақ краситель, салмасына ет, пияз, тұз және де бұрыш қажет болады. Алдымен 3 жұмыртқамызды миксердің көмегімен шамалы шайқап аламыз. Ұсақтағыштың үлкен көзімен ірімшігімізді ұсақтаймыз. Келесі манная крупамызды, майонезді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ешқандай түйіршіктер бұл массада қалмау қажет. Жақсылап араласқан массамызға бояғыш красительді саламыз. Мен сары түсті таңдадым. Жақсылап тұрып араластырамыз. Түсі біркелкі реңде болу керек. Енді бұл массамызды 20 минутқа комната температурасына аузын жауып қойып қоямыз. Манна крупамыз ісіну керек. Оғанға дейін салмасын дайындаймыз. Ысып тұрған табаға пиязымызды сары түс енгенше дейін қуырып аламыз. Пиязымызды етімізге қосып, тұз, бұрыш қалауынша дәміне қарай қосасыздар. Салмамызды біркелкі қылып араластырып, комната температурасына маринадталу үшін қойып қоямыз. Пешіміздің табасына пергамент қағазын төсейміз. Міндетті түрде поклан атты қағазы болу қажет. Басқа қағаздар астына жабысып қалады. 20 минут уақыт өткен соң бірінші массамызды пергамент қағазын үстіне құйып, 4 бұрыш тәріздес етіп, пішінге келтіреміз. 2-3 минутта пішінді келтіріп алу керек, әйтпесе пергамент өзіне осы массамыздың ылғалын өзіне сіңіріп алады. Қызып тұрған пешке 170 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Сіздердің пештеріңізге байланысты уақыт кетеді. Міне дәл видеодағыдай түрі болу қажет. Рулетімізді ыстық күйінде пергаментімен қоса рулет тәріздес етіп, дәл видеодағыдай орап алыңыздар. Рулетімізді толығымен орап болған соң, дәл осы күйінде комната температурасында толық суығанша дейін күту керек. Ал енді салмасын саламыз. Ол үшін суып тұрған рулетімізді пергаментінен алып, үстіне салмасын салып, дәл видеодағыдай етіп төсейміз. Рулетіміз пішінін сақтап қалу үшін тығыз қылып орау керек. Оралған рулетімізді ұзын 2 фольга қағазына ораймыз. Дәл видеодағыдай етіп, кәмпит тәріздес етіп, 2 жағын қысып, орап үстіне қаратып, рулетіміздің су ағып кетпес үшін пешке пісірер алдында фольгамыздың соңғы жағын үстіне қаратып қоясыздар. 170 градус қызып тұрған пешке 30 минут пісіріп аламыз. Піскен рулетімізді комната температурасында толығымен суытып,
фольгадан шешіп алып тастаймыз. Дәл осы рецепт бойынша рулеттің салмағы 483 грамм болды. Рулетімізді қалауыңызша кесіп, дастарханға әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Әдетте мен 3 түрлі, 3 түсті рулет жасап, ассорти етіп ұсынамын. Егер де рецептім пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоңырау белгілерін басып кетсеңіз, менің әрбір түскен жаңа видеомды тамашалай аласыздар. Қазақ ютубын дамытуға үлесіңізді қосыңыз. Ас болсын, сау болыңыз.